Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, ұстаздар. Мен Дәрменова Гүлбаршын Өзбекбайқызы, Құсылтөбе лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Біз бүгін Серікбол Қондыбай атындағы нөмірі 22-ші мектеп-гимназияның Серікбол мұражайында тұрмыз. Мен бүгін сіздерге төрттіліктің бірі жылқы туралы айтатын боламын. Жылқы туралы біз ертегілерді өткен кезде, мақал-мәтел, батырлар жырын өткен кезде кеңінен тоқталамыз. Өйткені әрбір ердің серігі жеңіске жеткізіп отырған осы тұлпарлар болып табылады. Мен оқушыларға жылқыға қатысты ұлттық дүниетанымды көзбен көріп, экспонат арқылы терең түсіруді мақсат еттім. Жылқы түсі, бағыты, мезгілі қазақ мифологиясында да, әдебиеттегі бейнелердің де негізі. Әдебиетте кездесетін Тайбұрыл, Байшұбар, Ақбозат секілді образдардың түпкі мәнін оқушы дәл осындай көрнекілік арқылы жақсы ұғынады. Жылқы мифологиясын зерттеген Серікбол Қондыбай екі жылқыға ерекше тоқталады. Соның бірі суын айғыр, суын бие. Суын айғыр ғасырда бір рет түздегі жылқымен шағылысып, одан ерекше тұлпар дүниеге келеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, суын айғыр қай мезгілде судан шығатыны белгісіз. Сондықтан бұл жерде түнде шыққан суын айғырды бейнеленсе, мынау судан шығып келе жатқан жерін бейнелеген. Яғни осы сәтті түрікмендер мен қазақтар асыға күткен. Яғни суын айғыр кімнің жылқысына шабады екен деп асыға күткен сәтін бейнелеген болатын. Суын айғыр қандай жылқы? Ол үстінен тоқтамай су ағып тұратын ерекше әдемі жылқылардың бірі. Серікбол Қондыбай өзінің аңыздарында Темір Бабаны дәл осылай суреттейді. Темір Бабаның да қасиеті үстінен тоқтамай су ағып тұратындығымен ерекшеленеді. Келесі бөлімде қанатты қара айғыр бейнеленген. Бұл негізсіз емес. Әбіштің 7-ші атасы Қожаназар байдың жылқысының ішінде қанатты қара айғырдың үйірі деген үйір болған. Біздің мемлекеттік рәмізіміздің өзінде қанатты тұлпар бейнеленген. Мен музей экспонатын сабақта осылай байланыстырамын. Мен Серікбол Қондыбай шығармаларын зерттеп, насихаттап жүрген ұстаздардың бірімін. 2018 жылы осы мұражайға келіп, осы жерде облыстық семинарда мұғалімдерге сабақ өттім. Сабағымның тақырыбы жылқы тектіліктің нышаны. Бұл сабақтың ерекшелігі оқушы, мұғалім, ғалым 3 тағанды жұмыс жүргізілді. Жұмыстың барысында оқушы суын айғыр аңызының алғашқы нұсқасын өзі баяндаса, екінші, үшінші нұсқасын топқа бөлінген мұғалімдер танысып шықты. Танысып шыққаннан кейін миға шабуыл, 5 саусақ әдістері арқылы талдау жұмысы жүргізілді. Суын айғырға қатысты дау туып, Бекет ата қазақтардың жағынан келіп, Қараман ата басында анттасу рәсімі өтті. Әрбір істің нәтижесі болу керек. Осы сабақтан кейін Озғанбаева Аружан деген оқушым ғылыми жобаға қатысып, облыстық деңгейге дейін шығып, жүлделі орын алған болатын. Ал Серікбол Қондыбайдың 13-ші томында аталған Ақшұқырдағы Маршырық қажы туралы ғылыми жоба жазған Байрамкүл Каусар деген оқушым республикалық деңгейге шығып, жүлделі орын алды. Бұл менің Серікбол Қондыбай шығармаларын зерттеуімнің нәтижесі деп білемін. Серікбол бүтін әлем. Біз алдағы уақытта да жас ұрпақты музей экспонаттары арқылы тәрбиелеп жетілдіре береміз.